Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі оқитын әңгімем өмірден алынған. Осыдан 2 жыл бұрын күйеуім жол апатынан қайтыс болып, 2 баламды жетектеп төркініме көшіп келдім. Күйеуіміз екеуміз бір-бірімізді сүйіп қосылдық. Сыртымыздан қараған адамдар бізге қызыға да қызғана қарайтын. Екеуміз ауылдың махаббат дастанына айналдық. Бірақ менің бақытты күндерім ұзаққа созылмады. Тағдырымның жазғаны осы болар. Амал нешік. Төркініме келдім деп қуана да алмадым. Себебі үйде анаммен бірге үлкен ағам өзінің отбасымен бірге тұратын. Олардың өздерінің 5 баласы бар. Оған менің 2 баламен қосылдым. Бәрі де бір үйдің еркесі мен серкесі. Үйде күнде айқай-шу басталды. Балалар ойнап жүріп бір-бірімен төбелесіп қала беретін болды. Ал жеңгем болса олардың ортасына түсіп, екеуміз ренжісіп қала беретін болдық. Анам менің сөзімді сөйлеп жеңгеммен ренжісіп қала беретін еді. Сөйтіп жүргенде Астанада жұмыс жасайтын сіңлім үйге еңбек демалысына шығып келді. Біздің жағдайымыздың шет жағасын ол да байқап қалды. Содан сіңлім маған: "Мұнда не бітіресің? Одан да Астанаға жүр. Сол жақта жұмыс жаса. Ешкімге масыл болмай өз күніңді өзің көр. Мен саған көмектесемін. Балаларыңды сол жаққа мектепке орналастырамыз" деп айтты. Анам сіңлім үшеуміз ақылдаса отырып, менің сіңліммен бірге әсем қала Астанаға кететін болып шештім. Балаларымның мектепке баратын құжаттарын дайындап, мен де сіңліммен бірге жолға шықтым. Астанаға барысымен сіңлім таныстарымен сөйлесіп, мені бір фирмаға есепші етіп жұмысқа орналастырды. Мен балалармен бірге сіңлімнің үйінде тұрып жаттым. Үйдің маңындағы мектептің біріне балаларымды орналастырдым. Ауылдағы күнделікті кикілжіңнен құтылып, мамыражай өмір сүре бастадық. Күндеріміз қызыққа толы өтіп жатты. Біз төртеуміз бақытты едік. Сіңлім сөз арасында жігітінің 1 жылға шетелге кеткенін айтып жүрді. Алғашқыда мен оған көп мән бермейтінмін. Оның сөзінен, жүзінен бал-бұл жанған бақытты көріп, қызыға қарайтынмын. Алладан сіңлімнің бақытының баянды болуын тілейтінмін. Уақыт деген зымырап өте шығады екен. Көзді ашып жұмғанша 1 жылда өте шықты. Bir күні үйге жұмыстан келсем, үйде бір ер адамның аяқ киімі тұр. Алғашында туысымыз келген болар деп ойладым. Есіктен кіріп келсем, төрде ұзын бойлы, алып денелі, қыр мұрынды қара торы келген жігіт отыр. Ол жігіттің сұлулығына ұзақ қарап тұрсам керек. Bir қарағанда менің бұрынғы күйеуіме ұқсап кетеді екен. Тура бір көз алдымда жолдасым қайта тіріліп келгендей денем дірілдеп, қалшиып тұрдым да қалдым. Сіңлім қасыма келіп: "Әпкетай, танысып қой, бұл сенің болашақ күйеу балаң" деді. Сол сөзді естігенде төбемнен біреу мұздай су құйып жібергендей болды. Себебі мен оның сіңлімнің жігіті болғанын қаламадым. Отырып бәріміз шай ішіп сөйлестік. Ол сіңліме үлкен сүйіспеншілікпен қарайды. Екеуі болашаққа үлкен жоспарда құрып қойған екен. Сіңлім маған өзінің қуанышын айтып мәз бейрам. Сіңлімнің жігіті алыс сапардан бәрімізге сыйлық алып келіпті. Балаларым оған қуанып жүр. Олардың күлкісін көріп, мен де қуанып қалдым. Сол күннен бастап менің ойымнан сіңлімнің жігіті кетпей қойды. Жұмыста отырсам да соны ойлаймын. Үйге қарай асығамын. Үйге ол келіп мені күтіп отырғандай болады. Ол бізді киноға апарды. Әсем қала Астананы да аралатты. Күнде кешкісін сіңлімді киноға апарады. Жұмыстан және менің балаларымды мектептен алып келеді. Олар мені де келіп алып кететін болды. Мен соған кәдімгідей үйреніп қалдым. Сөйтіп жүргенде балаларым жазғы демалысқа шықты. Оларды ауылға апарып тастау керек болды. Мен ауылға бармаудың амалын жасауға кірістім. Жұмыстан келіп сіңліме: "Мені жұмыстан жібермей жатыр. Бізде тексеру болады. Сен кішігірім бастықсың ғой, балаларды өзің апарып тастарсың" деп айттым. Сіңлім бірден келісті. Жігіті оларды ауылға шығарып салды. Сіңлімнің ойында арам ой жоқ. Жігітіне мен жоқта менің апайыма барып жағдайды сұрап тұр.
Жалғыз өзі іші пысып кетпесін. Сенбі күні апатайым бір тойға барады. Кешкісін алып қайтарсын деп жігітіне мені аманат етіп тастап кетті. Сіңілімнің жігіті күн сайын маған хабарласып жағдайымды біліп тұрды. Қолы босағанда мені жұмыстан алып үйге апарып тастайтын болды. Мен оның бұл ісіне қатты қуанып жүрдім. Өзімді оның қасында бақытты сезіндім. Ол сіңілімнің емес, тура бір менің жігітімдей қарайтын едім. Жұмыстағы бір құрдасымның тойына бардым. Қыздармен отырып шарапты біраз сілтеп жіберіппін. Өзімнің мас болып қалғанымды сыртқа шыққанда ғана білдім. Сіңілімнің жігіті сөзінде тұрып, мені үйге жеткізіп тастауға келді. Көліктің есігін ашып мені тосып тұрды. Қасымдағы қыздар оны көріп маған қызыға қарады. Бетімнен сүйіп құшақтасқан қыздар жігітің ба деп сұрап үлгерді. Бірақ мен оларға сіңілімнің жігіті деп айта алмадым. Иә деп басымды изедім. Жол бойы ол сіңілім туралы айтып келеді. Оның бір сөзін естісем, екінші сөзіне мән берер емеспін. Басым айналып, жүрегім айнып зорға отырмын. Үйге келіп көліктен түсейін десем, аяғымды баса алар емеспін. Өзімнің жүруге шамам келмей тұрғанын байқаған ол дереу менің қолтығымнан сүйеп үйге кіргізді. Диванға отырдым да, өкпем қысылып барады, менің қасымда болшы деп өтіндім. Тойға киген көйлегімді шешуге көмектесуін өтіндім. Ол ойында арамдығы жоқ, мені қысылып тұрған болар деген оймен көмектесті. Мастықпен сіңілімнің жігітін құшақтап сүйе бастадым. Ол менен мұндай әрекетті күтпесе керек, шошып кетті. Ол қанша менен сытылып шықпақ болды, бірақ мен оның әлсіздігін пайдаландым. Еркек адам әйел заты өзі мойнына асылғанда шыдай алмасы белгілі емес пе? Оны да алдамшы сезім жеңді. Ол өзінің жасаған әрекетіне қатты қысылып орнынан тұрды да, қазір саған су әкеліп беремін деп шығып кетті. Содан үйге қайтып келмеді. Біраз күн хабарласпай да кетті. Мен мастықпен жасаған әрекетіме қатты қысылдым. Бірақ мен оны әлі де жанымнан артық сүйемін. Сіңілім келетін күні ол маған қоңырау шалып, менің жаныма еш нәрсе айтпай-ақ қоялық. Бәрі де біздің арамызда қалсын. Мен сізді түсінемін деп айтты. Сіңілім келді. Қазір олар тойдың қамына кірісіп кетті. Сіңілімнің ойында еш нәрсе жоқ. Маған сырын айтып, қуанып, мәз болып жүр. Ал менің болса жүрегім қанжылайды. Жаңа жылдан кейін олар үйленіп, бөлек кетеді. Біз енді туыс боламыз. Мен оны сіңілімнен қатты қызғанамын. Өзімді әзер дегенде ұстаймын. Ол сіңілімнің қасына жақындап күліп әңгіме айтқанын көргенде өзімді қоярға жер таппай кетемін. Олар үйленіп, үйлі болғанда қайтемін. Өзегімді өртеген махаббат отына не істеймін? Сол түннен кейін оған деген махаббатым күшейе түсті. Оған шын ғашық екенімді сездім. Әлде шындықты сіңіліме айтсам, ол мені түсінер ма екен? Сіңіліме айтқанмен де ол маған келмейтінін белгілі. Сіңілімнің жігіті менің оған деген сезімімді біледі. Білсе де білмеген кейіп танытады. Ал сіңілім одан мүлдем бейхабар. Көптен көрмеген жолдас балаларыммен кездесіп, sıрадан біраз сілтеп алып, түн ортасына таман үйге келдім. Есікті ашып кірсем, жарық әлі сөнбеген. Қарасам, Қарлығаш тәте әлі ұйықтамапты. Халатының етегі бір жағына қарай түсіп кетіп, теледидар көріп жатыр. Онысынан бір жақсаны жылтырап көрініп тұр. Менің кіргенімді байқамай қалған ба білмеймін, мән бермеді. Теледидар қонақ бөлмесінің сыртқы есікпен қарама-қарсы тұсына қойылған. Кіргенде бірден бәрі көрінеді. Қарлығаш тәте фарно көріп отыр. Менің кіргенімді енді байқап қалып, дереу телевизорды сөндірді. Ал мен күліп жібердім. Орнынан тұрып бөлменің есігін жаба бергенде мен есікті тіреп қалдым. Ол маған қарап, ішіп алыпсың ғой, перегарыңнан мас болуға болады деді. Бөлмеге мен де кіріп отырдым да, бүгін аға жоқ па деп сұрадым. Ал ол болса, я, кешкісін бір туысы қайтыс болды.
деген қабарды ести сала ауылға аттанып кетті деді. Мен де дереу іліп әп кеттім. Бәсе, көріп отырған видеоңыздан ақ қорқып едім, кірген бойда деп әзіл шын аралас. Қарлығаш тәте деп отырғаным мен тұратын пәтердің хозяйкасы. Ұзын бойлы арықша келген әйел, жасы 49-да, ал күйеуі өзінен 18 жас үлкен. Мастықтың кесірі ме білмеймін оны. Мұны бір айтып отырып, көңілін көтеріп, күлдіріп отырдым. Біраз уақыттан кейін әңгіменің тақырыбы секске ауысты да, ол маған өзіңнен кіші қызға үйленбе, және денсаулығыңа мықтап қара деді. Неге деп сұрағанда мына әңгімені айтып берді. Жасым 20-дан енді асқан кез еді. Институттың соңғы курсының бірінде оқып жүргем, жанымда сүйген жігітім да бар еді. Бірде кешкілік үйге қонақтар келді. Білуімше әкемнің ескі досы болатын. Қонақтар кеткен соң бірақ білдім. Маған құда түсіп келгенін, және той күнінде белгілеп те кетіпті. Жыладым, көнбедім. Бірақ ата-ананың айтқанынан шыға алмадым. Ең сорақысы жігіттің жасы 40-тарда екен. Оны білгенде тіпті өмірден түңілгендей болдым. Бірақ той өтіп, мен сүйген жігітіммен қоштасып, мүлде танымайтын біреумен тұра бастадым. Басында өзі көп үндемейтін, ештеңеде шаруасы жоқ адам болып көрінді. Жұмысына барып келеді. Жалақысы да тәп-тәуір, себебі заводта жұмыс істейтін. Оның араққа құмар екенін біраз уақыттан соң білдім. Ішіп келетінді шығарды. Одан кейін мені ұратынды шығарды. Ажырасып кетіп, қарабет боп төркінге баруға намысым жібермеді. 7-8 жылдан кейін кенет оның еркектік белсенділігі төмендей бастады. Емделуге кеңес беріп едім, өзімді ұрып тастады. Ақыры дәрігерге баруына көндірдім, бірақ тым кеш барыппыз. Оның заводтағы зиянды ауыр жұмысы еркектік бездеріне қайта қалпына келмейтіндей зиянын әкепті деді. Ендігі сүйенеріміз тек жыныстық белсенділікті арттыратын препараттар екен. Табиғи күштің қалпына келуі тым кештеді. Осыдан кейін ол жуасып, қайта мені күшейе бастадым. Тіпті оған төсекте де ойыма келгенді істейтін болдым. Мен кетіп қалады деп қорықты ма білмеймін, айтқанымнан шықпайтын болды. Кейіннен оған дәрілер де әсер етпейтін болды. Төсек қызығы дегенді біз ұмытқанымызға 15 жылдай болыпты. Сен дұрыс түсін. Мені жаңағыдай киноларды неге көріп жатқанымды деп әңгімесін аяқтады. Сөйтсем Қарлығаш тәте күйеуінің жағдайын анадай болғасын, порно фильмдерін көріп өзінің қоздырғыш анда-санда күйеуі жоқта секс шофтардың ойыншықтарын пайдаланады екен. Сол кезде мен оған бетіне нағыл айттым. Қарлығаш тәте, білем сіздің жас адаммен жатқыңыз келетінін дедім. Ол үндемеді. Дереу оны аймалап төсекке беттей бердім. Қарсылық білдірген жоқ. Жайлап шешіндіріп айналысып кеттік. Ух деген дыбыстарды шығарумен талтайып ап жатты. Алкогольдің әсеріне бітіре алмадым. Одан қиналып кетті. Ол да қиналып кетті. Демалып 1,5 сағатта әрең бітірдім де құладым. Сол күйі ұйықтап кетіппін. Қанша уақыт өткенін білмей, ана жерім жыбырлағанда ояндым. Қарасам шалқамнан жатырмын. Қарлығаш тәте қасыма қырынан жатып ап, аспабымды жәймендеп көтеріп, басын ашып жауып қояды. Солай біраз жатты. Қатаяр емес, жартылай қатайып жатқан аспабымды ойламаған жерден аузына апарып, жоғары төмен жүргізіп, бас жағын тілімен айналдыра бастағанда қақшиды да қалды. Содан қайта айналысып таңға дейін 2-3 рет бітірдік. Оның риза болғаны сондай, дәл осындай сәтті басымнан өткермегеніме қанша уақыт болды десеңші. Бүгін тіпті бұтымды жинай алмайтын шығармын деп қояды. Содан кейінде қанша уақыт өтті. Үйде шал жоқ болғанда быт-шыт секс болады. Ойыма не келсе соны іске асырам.
Жатқызып қойып та істейм, тұрғызып қойып та істейм. Еңкейтіп, тоңқайтып, қырынан да дейсің, небір фозалар кетті. Алдына да бітірем, артына да бітірем, кейде аузында да бітіріп қоям. Кейде түн ортасы ауғанда менің бөлмеме де келе бастады. Ақыры ол квартирадан кетіп тындым. Қарлығаш тәте мені қимастықпен шығарып салды.